жерде енді міне жаңа айтып отырмыз міне. Мынау су қоймасы ертеде біз Қазақстан мемлекет бөлініп шықпай тұрған кезінде, әлі Совет үкіметінің кезінде Советтен қалған не ғой, сол реконструкция. Сосын бұл қалған не ГТС-ка, Ақтастинский ГТС, қазір Қазводқоздың балансында. Қазводқоз соған реконструкцияға жылда қоямыз деп, ақша сұраймыз, нетеміз деп нетіп жатыр. Бұл да қазіргі мына кезде су шкала бойынша где-то 23-24 миллиондай су бар мына кезде. Өзінің объемы 73 қой деп. Если не ошибаюсь. Міне енді судың деңгейі көрініп тұр. Да, 73 миллионға дейін су бұл қабылдай алады, жинап көктем кезінде. Сосын Сарысуға көмек болып, как резервный, бұл промежуточный резервный не дейміз ғой. Сарысудың арнасы ғой сонда бұл. Сарысудың арнасы болмас, бұл әдейлеп істеген ертеде. Әдейлеп істеген бұл су қоймасы. Сол қазір Ақтасы неде Қазводқоздың балансында тұр. Сол Қазводқозға реконструкция жасауға соған осында міне қазір енді мемлекет басшы айтқандай осындай міне нелерді бәрін реттеп қалпына келтіріп жұмыс ету деп ойлаймын. Сегодня продолжается вот второй день нашей экспедиции. Вот мы сейчас вот находимся здесь на следующем водном объекте. Конечно, вот как мы всегда говорим, вот у нас вода есть, но здесь вопрос стоит о его рациональном использовании. Вот обратите, пожалуйста, внимание, вот хотя здесь есть хозяин, но она требует очень емкого капиталовложения. Вот посмотрите, в каком плачевном состоянии находится сам гидроузел. Вот, пожалуйста, вот мы хотим на это обратить внимание, и должно быть все-таки правильное распределение воды.